Тарих толқындағы қазақ мемлекеттілігі кеше және бүгін. Тараз мемлекеттік университетінде осындай тақырыпта студенттер арасында 17-ші ғылыми практикалық конференция басталды. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ұйымдастырылған шара 2 наурызға дейін жалғасатын болады. Биылғы жыл ұлттық тарихымызды ұлықтау тұрғысынан мерейлі белестер жылы. Еліміз үшін маңызды 4 бірдей датаны атап өту барша қазақстандықтар үшін ортақ міндет. Осыған орай Тараз мемлекеттік университеті жыл басынан бері түрлі мәдени, ғылыми шаралар ұйымдастыруда. Соның бірі Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған ғылыми практикалық конференция. Конференцияның ашылу рәсімі салтанатты түрде ұйымдастырылды. Оған оқу орнының студенттері мен магистранттары қатысты. Білім мен ғылым екеуі егіз ұғым, екеуі бірін толықтырып отырады. Соған байланысты студенттеріміз бірінші курстан бастап ғылыми жұмысқа тартылады. Университетімізде 2 студенттердің шығармашылық орталықтары бар. Сол жерде әрқайсысы өзінің бағытында ғылыми жұмыстарын жүргізеді. Өткенді білмей болашаққа бет бұру мүмкін емес, ал еліміз егемендік алғанға дейін талай белестерден өтті. Оның бастауы сонау 1465 жылғы Қазақ хандығының құрылу кезеңімен тұспа-тұс келеді. Сол тарихты білу бүгінгінің парызы деп білетін жастар конференцияда түрлі тақырыпта баяндамалар дайындап келген. Жиында қазақ даласында заңдар жүйесінің қалыптасу тарихы, Кенесары қазақтың соңғы ханы сынды баяндамалармен қатар Жамбыл облысының құрылу кезеңі және Тараз қаласында жүргізіп жатқан қазба жұмыстары сынды жұмыстар таныстырылды. Тарихын білмеген ұрпақтың болашағы бұлыңғыр демекші, бұл тақырып біз үшін өте киелі әрі әрдайым асыл қазынамыз болып қала береді. Бұл шараның әлі ашылмаған тарихта қырлары өте көп. Сол үшін қазіргі кезде қоғамтанушы, тіл мамандарын, жастарды барлығын осы атадан қалған мұрамызды зерттеп білуге шақырамын. Жастар үшін маңыздылығы зор практикалық конференция 2 наурызға дейін жалғасатын болады. Осы күндер ішінде 800-ден астам студент 21 секцияда түрлі баяндамалар жасайды. Ұйымдастырушылардың айтуынша 200-ге жуық үздік туындылар іріктелініп, республикалық байқауға қатыстырылады. Айта кету керек, Тараз мемлекеттік университетінде былтырғы жылы республикалық конференцияға қатысқан 20 студент үздік атанып келген. Мархабат Купосынова, Ерболат Дәулетәлі, жаңалықтар қызметі.